Саламатсыздар ма, балалар? Мен сіздерге бүгін әжемнің ертегісі жобасы аясында балалар әдебиетінің жазушы осы өлкеміздің тумасы Жұмабала Балақаранова апамыздың ертегілер әлемі атты кітабындағы жеті қазынаның бірі ертегісін айтып берейін, балалар. Баяғыда аң патшасы арыстан өзіне көмекші жолбарысты шақырып алып, ормандағы барлық аңдарды шақыруды тапсырған екен. Өзінің қарамағында қалған аңдардан өзі туралы пікірін білгісі кеп, мына әлемде ең күшті, ең мықты, ең ақылды кім деп сұрақ қойған екен. Оның сұрағын ести салып арыстанның түлкі ортаға шығып, құйрығын бұлғаңдатып: "О, теңдесі жоқ мәртебелім, сізден асқан күшті, мықты, ақылды кім бар дейсіз? Сізді сондықтан да біз патша етіп тағайындаған жоқ емеспіз бе? Сіздің мейіріміңіз, қамқорыңыз шексіз" деп асыра мақтаған екен. Оны естіген қалған аңдарда арыстанға жағымсынып, мақтауын асыра мақтап жеткізген екен. Басы айналған арыстан көзі қарауытып, бұрышта жатқан құлағы салбырап, өзімен өзі маужырап жатқан итке көзі түсіп: "Әй, оңбаған, сен не қылдып үндемей жатырсың? Мына айтып жатқандарын естімеймісің? Неге үндемейсің?" деп ақырған екен. Ит болса маңғазданып, сабырланып: Не болды сонша айқайлап, орманды басына көтеріп? Мен не деуім керек саған? Мен сені мақтай алмаймын, сенен де мықты, күшті бар" деген екен. Арыстан қатты ашуланып кетіп, ақырып: "Оның кім еді? Кім ол?" деп дауыстап қатты айқайлаған екен. Сол кезде ит айтқан екен: "Ең ақылды, ең күшті, ең мықты ол адамзат" деген екен. "О" деп жолбарысты шақырып: "Мына ит мені емес, адамды мақтады. Арамыздан құрту керек, ормана кетсін" деп бұйрық берген екен. Арыстанның бұйрығын естімей-ақ, ит болса адамдар тұратын жаққа қарай кетіп қалған екен. Жолда келе жатып, қой бағып жүрген қойшыға жолығыпты. Қойшыға жолығып, бар болған істің бәрін айтып, мұңын шаққан екен. Қойшы итті өзіне серік етіп алған екен. Содан бері ит адамға адал дос, көмекші болып қалған екен. Адамдар итті адал қызметіне қарай жеті қазынаның біріне жатқызған екен, балалар. Ал енді, балалар, бұл ертегіде адамдар өте ақылды болғандықтан еш нәрсенің тең келмейтіндігі айтылған екен. Ал ит болса адамдарға адал қызмет еткендігі үшін жеті қазынаның біріне жатқызған екен. Ал балалар, келе жатқан 2025 жаңа жылымыз құтты болсын. Мерекелеріңізбен, балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар, балалар.